Сыр жұртшылығы әнші музыкант Батырхан Шөкеновті еске алды. Ол ғұмыры қысқа болса да мәңгілік әндер қалдырған өнерпаз. Өнер иесінің құрметіне өткен музыкалық кеште кезінде батыр салған сазды әуендер шырқалды. Жарық дүниеге ән болып келіп, ән болып кеткен Батырхан Шөкеновтің есімі мәңгілік ел есінде. Ол музыканы шексіз сүйді. Оның репертуары риясыз махаббатқа, лирикалық шығармаларға өте бай. Сондықтан музыкалық кеш тыңдарманды ерекше әсерге бөлеп тебірентті. 11-ші рет қойылғалы жатыр. Батырхан Шөкенов ағамыздың өмірден озғаннан кейін осындай ол кісінің туған күнін атап өту мақсатында сол кісінің репертуарындағы әндер, студияның репертуарындағы әндерден жылда осылай концерт қоямыз. Ол кісінің жүріп өткен жолы біз үшін үлкен мектеп, жалғасын таба береді деген ойдамын. Я каждый день встречаю на алтаре печали и цветы целую, что любила ты. Кеш барысында «Твои шаги», «Солдат любви», «Джулия» сынды халық сүйіп тыңдайтын әндер орындалды. Қала тұрғындары әр әнге қосылып, шабыт алды. Концерт өте жақсы болды, өте жоғары деңгейде. Маған ұнаған өзі Батырхан ағамыздың өлеңдері ғасыр бойы өшпейтін әуендер, өте жақсы. Мен әсіресе «Джулия», одан кейін «Солдат любви». Өте қуаныштымыз, рахмет осындай концерт бізге ұйымдастырғанына. 18 май батырдың біздің любимый батырымыздың туған күні, соған арнайы деген қай күнде, қай жерде болады деп концерт деп соған келгенбіз, ризамыз. Көпшіліктің ең сүйікті әндерінің бірі «Джулия». Осы әннің алғашқы аккордтарынан ақ жұртшылық қосыла шырқады. Батырхан Шөкеновтің өмірден өткеніне 11 жыл болса да, оның әндері әлі күнге дейін тыңдарман жүрегінен еш өшкен жоқ. Ибн Мастур Ахметов, Радион Лебедев, Ғалымжан Қожақов, Еркебұлан Шөкенбаев, Қызылорда телеарнасы.